Бейімбет Майлин 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірегейі. Ол поэзия, проза, драматургия жанрларында өнімді еңбек етіп, өз дәуірінің шындығын, қазақ елінің, әсіресе ауыл адамының санасындағы өзгерулер мен жаңаруларды, халықтың бастан кешірген күрделі оқиғаларын, әлеуметтік өмірдің шытырман қайшылықтарын көрсетті. Кеңестік заманның алғашқы 20 жыл ішіндегі қоғамдық құбылыстардың еңбекші адамға тигізген әсерін, қазақ халқының ғасырлар бойында қалыптасқан тұрмыстық, салттық болмысының, шаруашылық, кәсіптік негізінің жойылып, оның орнына жаңа құрылымдардың табиғи орын теуіп болмаған кезеңінің сыры мен мұңын шебер суреттеді. Өмірі мен шығармашылығы. Бейімбет Жармағанбетұлы Майлин бұрынғы Торғай облысының Қостанай уезіне қарасты Дамбар болысының 8-ші ауылында, қазіргі Қостанай облысының Тобыл ауданында туылған. Бейімбеттің анасы Майлы, әкесі Жармағанбет кедей адамдар болған. Әкеден жастай жетім қалған Бейімбет шешесі Гүлғизар мен әжесі Бойдастың қолында өседі. Әжесі Бойдас есті, сөзге жүйрік, өлең шығаратындай дарынды болғанын Бейімбет кейініректе бір естелігінде: үлкен шешем де өлеңге өте әуес адам еді. Ескі қиссаларды тыңдап болып, бірер күрсініп алып, өзі өлең айтатын еді. Кейде маған қарап күлімсіреп, қарағым-ау, сен жоқта мен өлең шығарып қойдым дейтін еді. Алғашқыда ауыл молдасынан оқыған Бейімбет 1910 жылы Арғынбаев Әбдірахман деген кісінің медресесінен дәріс алады. 1913-1914 жылдары Троицкідегі Уазифа мектебінде сабақ алып, одан кейін Уфа қаласындағы Ғалия медресесіне оқуға түседі. Өз заманындағы озық оқу орындарының бірі саналған бұл медреседе Мәжит Ғафури секілді белгілі жазушыларымен танысады. Солардан тағылым алады. Медреседе шығатын Садақ деген қолжазба журналда жазушының алғашқы көлемді туындысы Шұғаның белгісі деген әңгімесі жарияланады. Бейімбеттің орыс әдебиетімен танысуы да осы кезеңде болды. Алайда денсаулығына байланысты оқуын аяқтай алмай, Бейімбет ауылға оралып, 1916-1919 жылдары ұстаздық етеді. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі кезінде Бейімбет халық жағында болып өлеңдер жазады. Жаңа үкімет тұсында 1919-1921 жылдары ауылдағы кеңес жұмысына қатысады. 1925-1934 жылға дейін баспасөзде және баспа орындарында әртүрлі қызметтер атқарады. 1934-1937 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің редакторы болып істейді. Бейімбет Майлин аса өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол 1923-1937 жылдарда 50-ге жуық кітап жинақ жариялаған. Олардың қатарында Бейімбеттің өлеңдері Шұғаның белгісі, Раушан коммунист, 10 жылда, колхоз, асулардан асқанда, сойқанды содырлар, кесінділер, майдан, алыптарды аралағанда, Мырқымбай, Азамат Азаматыч 4 томдық шығармалар жинағы, тағы да басқа кітаптары бар. Бейімбет сауатсыздықты толық жою ұранын алға тартты. Сауаттылығы төмендерге арналған оқу кітабын 1929 жылы, Күш, сауаттылығы төмендерге арналған оқулықты 1930 жылы, Жаңаша оқы және жаз құралын 1931 жылы және Ғабит Мүсіреповпен және Сыддыковпен бірге сауатсыздарға арналған әліппені 1935-1936 жылдары жазып бітіреді. Ол 50-ден аса жарық көрген әңгімелерінде ауыл өмірін бейнелеп, қарапайым қазақ адамының шынайы образын жасады. Бейімбет Майлин шығармашылық дарыны мен қуаты кемеліне келе бастаған шақта 1937 жылы сталиндік репрессияға ұшырап, нақақ мерт болады.